CapCut приложениесіне кіреміз. Добавить новый проект. Өзіміз таңдап алған дизайнды қоямыз. Добавить. Міне, бізде осындай бет шығады. Осы жерден бастап текст қосамыз біз. Добавить текст. Үйлену той дейміз. Үйлену тойға шақыру. Мына жерде стиль таңдаймыз. Эффект таңдаймыз. Шрифті мен мына шрифті қолданамын. Галочканы басамыз. Міне осылай болды. Енді осы жерде мына плюсикті басамыз. Міне осылайынан кішірейтіп аламыз да жазуымызды кішірейтеміз. Өйткені бізде видеода кішірейіп тұру керек. Сосын тағы да жылжытамыз. Текстімізді ұзартамыз. Міне осы жерге дейін міне осы ұзарттық. Енді мен төбеге қарай кетіп қалды ғой. Енді осы жерден бастап тағы да плюсикті басып кішірейтеміз. Міне кішірейттік. Енді тағы да жылжытамыз. Уже кетіп қалды жоғары қарай. Тағы да басамыз плюсикті. Осы жерге қоямыз. Сосын не уже жоқ болып кетті. Жерден бастап міне бүйтіп көрейік. Уже қара әдемі шығу үшін аккуратно істеу керек. Міне осы жерден уже тағы да плюсикті басып осылай жылжытып отыру керек. Міне осын плюсикті басасыз, тағы да кішірейтіп, міне уже кішірейтіп уже осылайынан жоқ қылып тастаймыз. Енді көрейік қалай шығыпты екен. Міне мына жерде мысалға басынан бастап мына жерде міне бүйтіп шығады ғой. Мынаны өшірейік. Міне осы жерден плюсикті басамыз да үйлену тойға дегенді үлкейтеміз. Не өзі кішірейіп кетеді. Мына жерде тоже плюсикті басып кішірейтеміз. Мына жерде онша артқа қарай кетіп қалған. Сол үшін тағы да плюсикті басып мына жерге жылжытамыз. Міне мынау жоғары қарай кетіп қалды. Плюсикті басып ортада тұру керек. Енді осылайынан жоқ болып кетті міне. Міне осылайынан жоқ болып кетті. Енді бізде келесі слайд. Өстіп осындай беттердің бәрін осылай толтырып шығасыздар. Тексттерін жазып, қандай тойға істеп атқандарыңыздың бәрін жазасыздар. Енді осы жерде тексттің үстін басып, осы жерде анимация қолданайық. Мысалға, мен бір анимацияны қолданайын. Бұл емес. Әдем анимация қолдану керек. Мынаны көрейінші.
осы жерде мысалға осы анимациядан мысалға ана жоғары қарай кетіп қалатын анимацияны қолданса болады негізінде. Таңдап аласыздар өздеріңізге ұнаған анимацияны. Міне осылай таңдасаңыз да болады. Көрейікші. Міне осылай жоқ болып кетеді. Осылай таңдасаңыздар да болады да. Өздеріңіз қалағанша таңдай бересіздер. Енді мен сіздерге бір слайдты көрсеттім. Дальше солай жазып кете бересіздер міне. Енді осы жерден екінші сөзді жазамыз. Құрметті деп. Плюсикті басамыз. Осылайынан үлкейтеміз. Плюс жылжытамыз. Плюс жылжытамыз. Плюс жылжытамыз. Осылайынан каждый слайдтарды сөздермен өздеріңіз жазып шығасыздар. Плюс. Міне, енді тағы да жылжытамыз. Осы кезде кішірейтеміз уже. Тағы да кішірейтеміз. Міне. Міне, осылайынан жазып шығасыздар. Енді мен сіздерге музыка қоюды көрсетемін. Звукты басамыз. Звук кейді басамыз. Осы жерде папкаңызға кіресіз. Өзіңіздің устройствоңызда музыкалар болса қоясыз. Сохранить етіп алған. Менде устройствода музыка жоқ. Извлеченныйдан басып қоямын. Видеомның музыкасын ала салам. Сіздерде сөйтсеңіздер болады. Мен осы музыканы қоямын. Міне. Қалған слайдтарды өздеріңіз толтыра бересіздер. Мен сохранить ету жолын көрсетемін. Қазір жоғары қарап тұрған стрелканы басып, экспорт етіп, толғаннан кейін барып көре берсеңіздер болады. Соңындағы CapCut деген нені өшіріп тастаңыздар. Міне. Мынаны өшіріп тастаңыздар. Конца добавку дейді міне. Осылай шығып тұрады сіздерді, соны удалить етсеңіздер. Сосын мына басып, экспорт етесіздер. Стрелканы басып. Маған керек емес. Сол үшін сіздер жасап маған жіберіңіздер.